Саған қайдан жаным, өртенер жанар деп жолымды күтіп қалар деп, сен неге мені ойламадың? Екіге жүрек жайғастарыңыз. Боламын демейме құда боламын, құрметтейік бабаның ескі жолдарын. Шарықта шарқырап қане құдалар, әнге бөлек даланың құба жолдарын. Биле құдалар, биле құдашар, шаттығына шоқысын көңіл жараса. Шашымайлар қызығын бірге толайық, құдалармен мың жылдық өмір тамаша. Шашымайлар қызығын бірге толайық, құдалармен мың жылдық өмір тамаша. Биле құдалар, биле құдашар, шаттығына шоқысын көңіл жараса. Шашымайлар қызығын бірге толайық, құдалармен мың жылдық өмір тамаша. Шашымайлар қызығын бірге толайық, құдалармен мың жылдық өмір тамаша. Жайғасып алыңыздар.
ортасында қандардай ғұмыр кешкен қасиетті қазақ жұрты бүгін міне әулеттегі келіп жатқан қара тамырлар әулетіндегі болып жатқан торқалы тойға қош келдіңіздер. Ендеше баршамыз ақ дастархан басына жайғассақ, бүгінгі берекелі мерекелі тойды біз болып, сіз болып тамаша өтуіне ат салысып отырайық ағайындар. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Ай, бәрекелді. Шын көңілмен ұрған шапалақтарыңызға мың да бір алғыс ағайындар. Ай, рахмет. Ағайын, ортаға жақын барайын. Сөйлеп тұрған асаба, той басқардау талайдың. Ағайын туғандар, мені де бір тыңдаңдар. Базарбай мен Аяздай сөз маржанын керейін. Мұна отырған асыл халқымның арқасында шалқып жүрген середім. Ассаламағалейкум, бір Аллаға сенген, өсіп-өнген ұлағатты елдің ұрпақтары. Алдыңа келдім бүгін жыртып келі, көңіліңді ағайын гүлдеткелі. Қазағатты халқымның осындағы шуақты нұрын шашқан күн көктегі. Сүйікті бір Алланың пенделері, армысың пайғамбардың үмбеттері. Мінекей ағайындар, осынау қаймағы бұзылмаған Теміртау қаласында барға тасымайтын, жоққа жасымайтын Асқартаудай әкеміз Талғат, еліктің асығындай, арудың асылындай болған Гүлмира анамыздың бір баласы екі болып, базары шалқып, ажара арықтап жатқан күндер екен. Олай болса алтын бұған, күміс бұған, сәлемі көпке дұрыс болған, бүгінде басына батпандай ырыс қонған бақыт Бағдат балдарыңызбенен Айнұр келінімізді тікемізден тік тұрып, шапалақты мық тұрып, дос екенімізді ұқтырып, бүгінгі өмірлік жарыменен жұп құрып жатқан қос құланымызды қошемет құрметпенен жар-жарменен ғазырмейді ағайындар. Шапалақты бір ұйқылап, жастар болса ысқырып тұрып қарсы аламыз. Рахмет, ой, тамаша. Қара тамырлар тойдан сыған екенсіздер ғой. Бәрекелді. Мінекей, аялы қос қашығымызды тойымыздың төріне қарсы алып алдық. Ендеше осы бедашарда болған бар, болмаған бар. Қара тамырларға түскен келін қандай екен? Ендеше аруды әсем Айнұр бір мәмілеңді көрсетіп, мынау жиылған жамағатқа иіліп сәлеміңді берсең. Қабыл алғайсыздар, жиылған көпшілікке. Мінекей, малдың жауы кене, келіннің жауы ене деп жатады қазақта. Осынау анамыз жау емес жан подружкасы болсын деген ниетпен Гүлзамира анамызды қошемет құрметпенен қарсы алайын деші.
Апа келін құтты болсын. Қолыңыздың ұзарып, тіліңіздің қысқарған құтты болсын деп қояйық. Мынау келін ененің топырағынан дейді. Аяулы ақ келініміздің бетіндегі бетпердені түріп, маңдайынан сүйіп, таңдайынан түріп қойыңыз. Өз-өзіне алмай қалсын апа. Ал апа, нұрлы екен жүзіңіз, тарихта қалсын ізіңіз. Тіпәй кел деме қойын. Құтты болсын қызыңыз деп жатырмыз. Ендеше осынау арайлыда әсем Айнұр қызымызды Алла ханнан қондырған Бағдат құсын құтты болсын. Алла Тағала ұзағынан сүйіндірсін. Мынау Европаның қыздарын дейді, қолы жеткендер алады дейді. Американың қыздарын есі кеткендер алады дейді. Өзбекстанның қыздарын еңбек еткендер алады дейді. Қазақтың қыздарын, соның ішінде кетенің қыздарын дұқы жеткендер алады дейді. Міне, дұқы жеткен азамат. Бүгінгі кешіміздің көз қуанышын көрдіңіздер ғой ағайын. Біз болармыз бұл заманның көрегені, осы бұлар Алланың жебегені. Ағайын алдарында қол соғыңдар, бүгінгінің қыз жігітпен төлегенде мақтаға болады. Ендеше осынау қошемет құрметтің астында бүгінгі кешіміздің қос қолдарымызды тамаша қазақтың жар әніменен өз отауына шығарып саламыз ағайындар. Төрлетіңіздер. Қазақ болып қадамастар жар, бірақ тағам осаған берік болсын жар, үйлеріңе құт бақыт керек болсын жар, бірақ тағам осаған берік болсын жар, Мінекей, үй болам десең, бесігіңді жөнде демекші. Кешегі бесікте тербелген балапандарыңыз бірі қалай бой жеткен болған, бірі қалай боз бала болған байқамай қалған боларсыздар. Мынау өмірде үш жетім бар дейді. Бірінші құран құс саятшы табылмаған, екінші шын тұлпар бәйгеге қосылмаған, үшінші бала деген әйел жетім, өзінің теңін тауып қосылмаған. Осынау арайлыда әсем Айнұр қызымыз біздің Бағдат баламыздың етегінен ұстап жатса, пешенесіндегі бақыт бесел екен ағайын. Осынау кереметтей тойымыз болып, осы тойдың түндігін түріп, томағасын сыпырып беретін, бұрынғының арты, қазіргінің қарты болған ақсақалды нағашы атамыз Нұрадин ағамызды қошемет құрметпенен асабаның алаңына қарсы алайық ағайындар. Келіңіз келіңіз. Бәрекелді. Алла ақсақал той құтты болсын, жамағатқа жылысты болсын аға. Қазақта кереметтей асыл сөз бар білсеңіз. Үлкеннен бота қалғанша бата қалсын деп жатады. Бота бірақ жұт бата балаға мәңгілік құт дейді. Бала бақшадағы гүлің, оны өсіру үлкен ғылым дейді. Осынау ғылымның кәсібі ақсақал бейнеңізден сезілгелі тұр. Ақ бата сізден болсын, қошемет ағайын бізден болсын. Міне құрметті қонақтар, бүгін мынау Дәрбаевтар отбасында Талғаттың бір баласы екеу болып қуанышты тойына той болып отырсыздар. Той құтты болсын дейміз. Балдар бақытты болсын. Той болсын. Той құтты болсын, татулық мықты болсын. Бала қайырымды болсын, келін мейірімді болсын. Аға қамқоршы болсын, қарындас қамқоршы болсын, аға ақылшы болсын. Жастар бақыт болсын, тойын ашып келген жарығы. Ай, бәрекелді. Ақсақал келіңіз. Көке кетпеңіз.
Кетпеңіз, мінекей тамаша қылып, ақ тілегіңізді арнадыңыз аға. Мынау айтқан батаңызды қызыл кітапқа енгіземіз. Той біткен соң Өзбекстанда контейнерге салып келген бір жылқымыз бар еді, астыңызға мінгіземіз. Тойыңыз құтты болсын, жүрегіңіз құтты болсын. Сіз ортаға шығып, ақ бата бергенде қол соқпаған келіндеріңіз той бітіп ертесіне жүкті болсын деп, мен де қол соқпайын. Бәрекелді, тойлайтын шайға салыңыздар. Ал қанекей, жас жұбайлар жайғасып алыңыздар. Мінекей, нағашы Нұрадин атамыз айтқандай тойымыз ашық ағайындар. Бағдат пен Айнұр бір-біріне қатты ғашық. Тамақ-арақтан алып отырайық, басып кейін қалмайсыздар сасып. Қой болып салатты жеп отырыңыз тамақты. Екі ара бір шиша, официант қойып жүр арақты. Тағы қойса виноны, көрсетіп жемек киноны. Алға қойылған ас дәмнен алайық. Ас адамның арқауы, өлең әңкей бейғаның тарқауы деген. Алдарыңызда астың тарқауындай болсын. Құйылған арақ шарттан алып отырайық. Арақ ішкенге айып береді, бар сырыңды жайып береді. Түсінбеген кейбір қонақ, бол сырыңды айып береді дейді. Айып етпей кәйіп етіп отырайық. Біреуден екі адам келіп, біреуше барам дегенше ұрыс болады, екеуше барам дегенше сүйіс болады дейді. Қос-қостан алып отырыңыздар. Мынау жайылған дастарханда қайнаған шай мен от та бары, тәтті тұрған торт та бары, түрлі-түрлі водка бары. Солардың бәрі құйылсын, достары болса сүйінсін, дұшпаны болса күйінсін. Осынау Талғат әкемізбенен Гүлзамира анамыздың жиған тиғаны тек қана жақсылыққа берсін ағайын. Сен барсың кекменде, келмейді шептерге, жадырап көктемде, нұрымды төккенде. Ай, бәрекелді. Жаңбырдай тырсылдаған шапалақтарыңыздан мыңда бір алқыс, ендеше осынау тойдың тамаша түндігін түріп, Ақ менен көргін келтірген болсақ, және де сәнді, мәнді, әсеменді шырқаймын деп келіп отырған жезтаңдай күміс көмей Теміртау қаласының бірнеше тойын тамаша әніменен шашу қылып, шашып жүрген елдос бауырымыздың осына отырған барша аналарға арналған әсеменіне құлақ түріңіздер. Ән тыңдап, жарқылдап, қарқылдап, салқындап отырыңыздар ағайын. Ассалаумағалейкум, тойларыңыз құтты болсын. Жүрсем сағынарым, жалықсам шағынарым, ағашым бір өзіңсің, табынарым. Ағашым жарқын көрсең, алдыңда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр болғайды.
жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Рахмет. Ағайын бәріңдеден нарсын деймін, дәл бүгін жұлдыз бағым жансың деймін. Ағайын қошеметің бәсеңдеу бар, қайтып оған құмарым қансың деймін. Шапалақ ұрмай отқан жас қыздардың жігіттері басқа қызға барсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан жігіттердің қыздары байға кетіп қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан ағалардың правасынан айырылып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан жеңгелерді ағалам шапалақпен-ау салсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан аталардың пенсиясы қысқарып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан әжелердің шалдары бір-бір тоқал алсын деймін. Әгігайым айды. Бәрекелді. Бір әзіл бәрі қалжың ғой. Мына шапалақ сұрап жатырмыз. Мына асаба жігіт той басталғаннан шапалақ сұрады демеңіздер. Біздің мына бағымыздың да, жағымыздың да ашылуы сіздердің қошеметтеріңізге байланысты. Егер қосып қошеметтеп отырсаңыздар, әулеттегі болып жатқан торқалы тойды таңға дейін басқаруға дайынбыз ағайын. Ендеше біз қошемет құрметпенен осы тойдың иелері Талғат ағамызбенен Гүлзамира ханымды қошемет құрметпенен асабаның алаңына қарсылайық. Той иелері. Мінекей, ал көге той құтты болсын. Жұдырықтай жұмылып, айырғандай ұйып, осынау той бастаратты зәулім сарайға сыйып, баршамыз бір дастарханға бас қосып, бір табаққа қол салып отқанымыз, бірінші мынау Алла тағаланың арқасы болса, екінші мынау асқардаулы әке сіздің арқаңыз. Бір балаңыз екеу болып, тамырларыңыз тереңдеп, жапырақтарыңыз Алла нәсіп етсе жайлат деген үмітіміз бар. Енді бүгін ата болып жатырсаға қуанышты шығарсыз. Иә, қуаныштысыз. Қуанышты екеніңізді бейнеңізден емес, бір мына халыққа биімен көрсетсеңіз қалай болады дейміз де осы. Ал қарекей, Нұрдеки атаның биін тамашалайық, маэстро. Рахмет аға, тамаша би, керемет. Ал апа, келін құтты болсын. Келін алса ененің қолы ұзарады дейді қазақта. Енесін бір қолын байқап көрейік, екі қолды бірден созыңыз. Төбеге созыңыз, халық көрсін қолыңыз арған. Ой, бәрекелді. Қолыңыз 2,5 метр 45 сантиметр болып таба. Бір күні сесегелі ене келін сүрген көрінейді. Келін сүрген көрінеді дейді. Содан не керек, абысындар келіп атыр дейді. Ай, айналайын абысын, келін абысын ғой. Қолың ұзарған шығар деген екен. Сонда енесті біздерге ұстан сөзге чөстіреген былай деп атыр дейді. Қолымыз ұзардарына ұзарды. Үстелдің мына шетіне отырып, арық шетінегі шайды өзің құйып отырмын деген екен. Құдай сақтасын. Біздің кедейлерден шыққан қыз балай болмайды деп ойлаймыз. Осы әулеттен
бақытты болам емес, бақытты қылам деген қыз болсын. Осы әулеттің отынан түсіп, күлінен шықсын деп жатырмыз. Ендеше новенький енені биін тамаша қыламыз. Ал кеттік ендеше, жібер маэстро. Шекем ортаға келгенмен қайноларым өзіңмен билеуге келген. Шекем ортаға келгенмен қайноларым өзіңмен билеуге келген. Стоп, молодец. Арнайы дайындалғансыздар ғой сіздер. Керемет, мінекей. Сүйген жарым жанында, демеңіз басқа кім керек? Жыртығыңды жамаған, ағайын төсілгенек, ерінбей берген ақ сүтін, анаңның орны бір бөлек, тәрбиесі темірден, әкенің жүні бір бөлікте отыра, осыны аяулыда әсем көрікті, қымбатты айнұрдай қызымызды, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпеліп өсірген асқардаудай әкесі еркін және құдағиымыз Әлия ханымды бағанағы бимен билеп алып келеміз. Қызы бардың назы бар дейді. Құдалар алып келек емес ортаға. Жетелеп алған мені, торақы жол бар еді, мен үшін ең әдемі, өзіңсің жаным. Ай, чип-чип-чип, 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 Мария Магдалена. Рахмет, молодец. Өзіңе әйелінен біреудің құрдастай болыңыздар. Сценарий бойынша екі құдағай ортада, екі құдай екі шетте тұрсын. Құдағай шетке шығамыз. Осылай құда бағдарыңызды ортада алып. Мінекей. Мұны арқамыздағы жамағат сәл ғана сабыр сақтаса, біз думанды жалғастырайық. Сәл ғана сабыр сақтаңыздар ағайын. Мұны біздің қазақ құдасын қашаннан да құдайындай сыйлайтын халық болғандықтан бірінші құдаларыңызға береміз тәке. Екінші құдағай сөйлесін. Той өзіміздікі әрі қарай жалғастырамыз. Ал құдеке аяла басарған аяулы ақ қызыңызға асқалтаудай әкелетіндегі ақ бата ақ тілегіңізді ақтарыңыз. Ассалаумалейкум, кеш жарық. Не бүгін құдағай, тойларымыз құтты болсын. Қызымыз Айнұржан мен күйеуім Бағдатжанның бас қосқан кеше күніне кетті. 2 жасқа ұзақ өмір, зор денсаулық, өмірде бақытты болыңдар. Ата-ананың адал перзенті болып, адал келіні болып жүрсіңдер. Сіздердің де үйлеріңізде осындай той, жақсы мерекеде кездесе беретін әрдайым. Бақытты болыңыздар. Аламен Бағдат пен Айнұр қызының дендері ұзақ, өмірлері ұзақ, өмірде ең асықта семьяның бірі болсын. Құрметті қонақтар, жас-жауырлар, ағайынды жекжаттар, ағайын, достар, мен бүгін екі болам, ас қосып кешінегі жауып екенбіз. Әрқашанда екеуі бақытты болсын, өмірлері ұзақ болсын. Шаңырағы беріп, шаңырағы бейт, осы ағасы беріп тұр. Әрқашанда барлық үйлерде осындай той болады. Міне бүгін
Barşаңыз менің баламның тойына келіп отырсыздар. Сіздерге өмір, мінекей Бағдатжан, Айнұржан өмірде бақытты болыңдар. Шаңырақтарының биік, керегінің кең, бақытты болыңдар. Сaf. Мен айтайын, 2 жас бақытты болсын, мына екі құдам ауызбіршілікті болып жүре берейін. Бәрекелді. Балдарыңыз қосылады ғой сіздерге, қосылсын, тамаша. Ал қалған ақ тілекті өздеріңізден сұрақ жауап қылып алайық. Құдайға өзіңізден бастайық. Алла тағала қос құлындарыңыздың мәртебесін биік қылсын баға. Биік қылсын. Қол соқ қошеметтеп ұрдырыңыздар ағайындар. Ал құдағи осындай той-думан болып, Алламыз басымызды жиып тұрсын ба? Жиып тұрсын, керемет. Мінеке қос құлындарыңыздың Алла нәсіп етсе бір 4 жылдан кейін үйлер коттедж болып, есігінің алдында жиып тұрсын ба? Жиып тұрсын. Жиып тұрсын, тамаша. Мінеке, осы үйден өсіп өнген немере шөберлеріңіз памперстігін бәлені ат жіберіп, алдыңызға келіп, шоптырып сүйіп тұрсын ба аға? Иә. Сүйіп тұрсын. Құдағайлар, төстерін түйіс тұрсын ба ағайындар? Беттерін сүйіс тұрсын ба? Алай, тамаша, құдеке, келіңіз. Мінеке, бұлай тұрыңыздар. Қазір мен 1-2-3 деген кезде бір-біріңізге 180-мен жүгіресіздер. 1-2-3 деген кезде, мына ортаға келген кезде төстеріңізді 1000 жылдыққа сваркілеп тастайтын боламыз. Китайский емес, российский сварка. 1, 2, кетті келеше. Болды, молодец. Нұрсұлтан Назарбаевпен Путин кездескенде болған. Ал, екі құдағай жүгірмейміз, тұрған жерімізді бет сүйсеміз, төс қақсамыз. Құдағайлар. Мінекей, екі бай құда болса дейді, ортасында волга жүреді. Бай мен кедей құда болса, ортасын амандасамай зорға жүреді. Егер екі кедей құда болса, ортасында дорба жүреді дейді. Ал құдалар, мен айтпақпын, орталарыңызда волга да жүрмесін, дорба да жүрмесін. Қос құлындарыңыздың шаңырағындағы болып жатқан жақсы хабардан сүйінші жүрсін деп жатырмыз. Мына ортамыздан аламасық түгіл құл өтпесін деген ниетпен біріміздің қолымызды біріміз қатты қысып аламыз қатарынан. Ортадан құл да өтпесін. Қатты қысып алыңыздар. Енді балдарыңыз бақытты болсын деп өзінен, көреген болсын деп көзінен сүйіп, құттықтап бір маңдайына иіскеп сүйіп қойыңыздар. Төрлетіңіздер, тойларыңыз тойылмасын. Саған қолым жетті.
Құдалар, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Осындай той келген қонаққа жұғысты болсын. Ендеше тойымыздың үлкен асымыз, етіміз дайын болды. Бұндай етті жегенде арманда, жемегенде арман жеген, Ақорданың аршасын жеген, доңызбен бірге жайылмаған, бұрын соңды сойылмаған, сіздерден басқа мейманға қойылмаған жылқының етін тату етеміз ағайындар. Ал кеткен. Мінекей, алдарыңызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық. Ет жеп жатқан қасқырдың жанына барсан қасқыр дейдіген. Ет жеп жатқан қазақтың жанына барсан басынды қатырма құр дейдіген. Сондай сөз ес қалмақ деген етпен 5 минут үзіліс жариялағанды жөн көріп отырмыз. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын ағайын. Мұны біздің қазақ қарны тойғанша қанға да сәлем бермейді. Қарны тойған соң ұйықсы келеді дейді ағайындар. Енді ұйқыларыңызда жайық деп, бізді мұнау тойды қыздыру үшін топқа түсіп тұрған жайымыз бар. Енді мұнау кереметтей той бастар мейрамханамызда халық екіге бөлініп отыр. Біз екіге бөлінген жерден екі команда қылып аламыз. Мына сол қанаттағы команда біздің Бағдаттың командасы. Ал, бәрекелді. Ал, оң қанаттағы үстел біздің Айнұрдың командасы дейміз. Ендеше екі командадан орталарыңыздан сайлап, бәр өнерге дайын, осы тойды қыздыратын бір Бағдаттың жалауын желбіретіп, туын көтеретін ағамыз болса, жездеміз болса ортаға келсін, ер азаматтан бір кісі. Бағдат үшін бәріне дайынмын. Отқа да түсем, шоққа да түсем, тоққа да түсем, аяқ астынан вандан кеп қалса расына-рас төбелесем дейтіндерден. Келсін. Ағаларыңызда бар ма екен? Жоқ па не? Ай, бар екен ғой. Ай, шеркін. Бәрекелді. Мінекей, Бағдаттың намысын қорғайтын жігітіміздің есімі Артур бауырымыз келіп отыр. Енді біздің Айнұрдың жалауын желбірететін бір әйел кісіден болса, бар ма? Әйел кісіден болса, шашбауын көтеретін, Айнұр үшін бәріне дайынмын дейтін жеңгелеріміз болса қайда екен? Айнұрды сыйлап келген. Ай, бәрекелді. Келсін отырайын. Бәрекелді. Енді қос құлындарым үшін бәріне дайынсыздар, е? Отқа да түсесің, шоққа да түсесің, бәріне дайынбыз. Енді былай қыламыз, бір-бір үстелден алып келеміз. Отырып алатын бір-бір үстелден, ана үстелден келеміз. Артур бауырымыз отырсын. Айнұрдың ортаны ашып аламыз. Бұл ойынымыз сәл грубилау,
Өйткені екі команда ұрысып та қалуы мүмкін, келіспей де қалуы мүмкін. Жоқ дегенмен ортасында мен тұрамын, ажыратып тұрамыз. Өйткені әр тойда би жарыс болып жатыр, ән жарыс болып жатыр, кез келген жарысты өткізіп жатырмыз. Біздің қазақтың тойында бір-ақ нәрсе қалып кетіп жатыр. Өлгенде тірілте алмасақ та, өшкенде жаңғыртатын біздің де бір шамамыз бар деп, осы тойға бір тамаша айтысымызды өткізгенді жөн көріп отырмыз ағайындар. Айтыс басталайын деп жатыр, айтыс. Келіңіздер, қарам-қарам. Бір келді. Ал, кейден қойып қоямыз. Бір келді. Ал, енді бірінші, мына домбырамыз жоқ енді, өкінішке орай, ренжімейсіздер. Келіңіз, отырыңыз. Мына ішегін тартып алыңыз. Келіңіз, ханым. Сіздің есіміңіз? Қарлығаш. Талай айтыскермен бірге түсіп, талай өнерпаздың сағын сындырған, айтыстан үш жігілей бір волга мінген Қарлығаш ханым. Отырыңыз. Бір келді. Ал, бірнеше айтыстың көкесін көрсеткен, талай ақынның сағын сындырған Балғынбек Бұлғақпенен Жандарбекпен айтысып, бас жүлдеге ие бола алмай қалған Артур бауырымызға бір қошеметтеріңіз болсын. Ал қарекей, ортада тұрамыз. Енді айтыскерлерімізге қошеметтеп шабыт беріп отырыңыздар ағайындар. Кеттік ендеше. Едім туып өшкен пәлен жердің. Тойға газелменен әрін келдім. Той дегенде голову потеряю. Бәріңе басым дейіп, сәлем бердім. Игага, ига, игага. Игага, игага. Армысың орыс қызы Кристина. Ренжімесең тамағынан бір ескейді. Желбезектен басталып бір искесем. Жігітің абиды ұстап тиіспей ма? Игага, ига, игага. Игага, ига. Ағай деп қойыңыздар ортасында. Мен казакпын, если что, атам казак. Орыс деп отырғаның чоза мазак. Алтайдың бөктеріндей туып өстім. Ол жақтың табиғаты қандай ғажап. Агигагам, агигагем, Әкем казак болған мен шешем орыс. Поэтому у меня такой голос. Алтайдың бөктерінде туып өстім. Қазақстан болды маған құтты қоныс. Агигагам, агигагем, Haydi! Ей халқым, құлағыңды бұрып отыр. Кристина ішінен тынып отыр. Намек тастап көзін қысып көріп қояд. Жемей пой деп мына маған сынып отыр. Игагай, игай, игагай. Игагагай, игагай. Бірлік болсын елімде, бірлік болсын әлемде. Аман бұл халқым, халқым, халқым. Биге. И эта песня посвящается Кристине. Носа, бір жүзгіра қоса. Өзімменен бірге әкелердің сені қоса. Бара,
бери, бара, има бара, бери. Опа, Gangnam Style. За тебя Колым отдам, дамбру свою продам. Пусть сдохнет 100 коров, лишь бы я был жив-здоров. Орыс болсын, неміс болсын, тәжік болсын, қазақ барын көреді баласындай. Айтысайық екеуміз современный. Прикол болсын арамызда жарасындай. Осындай тема көзгар әр қазақтың. Үйінде той болса екен дәл осындай. Әкек-гәген, ай. Ай, бәрекелді, мінекей. Ал, тамаша айтыстың куәгері болдыңыздар, айтыскерлер келіңіздер. Рахмет. Енді бас жүлдені мына халықтың айқай-шуымен бір дәлелдеп аламыз. Келіңіз, ортаға тұрыңыз. Домбыраларыңызды алып алыңыздар, қалып кетпесін, ие. Ал, бірінші алдарыңызда өнер көрсеткен арқасы бар айтыскер, өнерпаз, Бағдаттың жалауын желбіреткен Артур баламызға қошеметтеріңізді. Бәрекелді, Артур молодец, 90 балл жинап алдың. Ал, Артурмен сайысқа түскен өнерпаз, осынау Айнұрдың жалауын желбіреткелген Қарлығаш ханымға. Ал қараке, біз береміз бас жүлдені кімге ағайындар? Қошемет құрметпенен бас жүлде Артур бауырымызға. Суперприз Қарлығаш ханымға ағайындар. Бәрекелді, рахмет, қағаз болыңыздар. Әйтеуір әрбір қазақтың шаңырағында той болсын деп тілейміз. Мына тойдың бір қызығы балдарда келіп, ортаға ойнат жіберген рахат. Әйтеуір демалып қалады мамалары. Күнде бала қараудан. Дегенмен балдарыңызды ойнатып алып келген жоқпыз ағайындар. Тамаша той тойлауға келген халықпыз. Енеше өздеріңізбен бірге алып отсаңыздар, біз думанды әрмен қарай жалғастырып, тамаша өтуіне ат салсақ деп отырмыз. Бала дейміз, басқа дейміз. Бір күні бір жеңгеміздің 5 перзенті бар екен. Алланың берген несібесі ғой. 6-шы перзенті құрсағында екен. Біздің қазақ тойшыл ғой, той-тойлап қыдырыстап жүріп, аяқ астынан жеңгеміздің толғақ келіп, лифтте босап қойған көрінетін масқара. Содан не керек, скорый алып кетіп, бір адамға апарып, аман-есен босандырып, арқасынан қалып мақтап жатыр дейді. Сіз бүгін 6-шы перзенттің анасы болдыңыз. Мемлекеттен грамотамыз бар, медалымыз бар десе жеңгем шылайды дейді. Ойбай, ұят болдау. Қайнағаларынан ұят болдау, алпысындарынан ұят болдау. Тәлікешінің келіні лифтте босап қой деген атқа қалды ма деп жылап жатыр, дәрігерлер жұбатпақшы болып былай депті. Жеңге, сіз шыламаңыз. Сіз лифтте босандыңыз. Біздер одан да бір масқарасын көргенбіз қай бір жылы. Бір жеңгеміз Астанакөйде босанып қойған десе, жеңгеміз айтады дейді, ол Астанакөйде босанғаны мен едім ғой деп. Сол демекші тойымыз көп болсын. Бір ақын ағамыздың қалжың әңгімесі бар еді. Бірер істі таптырсаң, тындыратын қазағым, ұнамаған ағамды сындыратын қазағым. Кредит алып банктен қайтармайтын қазағым, іші болса жыртам деп айғайлайтын қазағым. 9 ай сайын әйелін тудыратын қазағым, әйелін туды давай деп жудыратын қазағым. Мастерлетіп жиып, ой қылатын қазағым, ағайын туысты жиып, Талғат әкеміз секілді той қылатын қазағым дейді. Қазағым аман болсын. Қазақстан жасасын. Бәрекелді. Үйде атам бар. Жасы 100-ден асқан соғыс көрген. Атам жақсы болды, пенсиясы көп. Атамнан сұрайын ғой, атам мына соғыс деген қиямет болады ғой. Жан-жақтан бомба атылып, оқ атылып жатады. Қалай аман қайттыңыз соғыстан деп. Сол кезде атамның айтқан әңгімесі жырпылдай бермей окопта жату керек деп. Сол демекші мен көп жырпылдамай тойымызды әрмен қарай жалғастырып,
әдемі ақ тілекке алмастырғанды жөн көріп отырмыз. Сіздер сәл ғана сабыр сақтасаңыздар, осынау тойға арнайы қымбатты уақытын бөліп келіп отырған ардақты ағайындардың аттарын атап, бейнелерін сипаттағанды жөн көріп отырмыз. Бір топ әулеттің үлкендері, Талғат әкеміздің бауырлары, Гүлнар ханым бастаған топ, жездеміз Әлібек, Бейбайша, Ұлболсын, Оразкүл, және де Тамара, Рахметулла, Ләззат, Оралбай ағамызды, және де Гүлзат, ұлықтан атты қонақтарымызды, және де аялы, қымбатты, сымбатты болған біздің Айнұр келініміздің туыс бауырлары, Айгерім, Айзат, Бекзат, және де атасы Көркем, Гүлбарам, әпкесі Қалия, Асан, Әлия, Нұрлыбек, ағалары Бағдат, Алмат, Азамат атты қонақтарымызды қошемет құрметпенен асабаның алаңына бейжіп келген салонай ғалайын. Айналайын қарағым қалжақсың айқын, сала берме көзіңді әр жасыға қараулым ай. Сала берсең көзіңді әр жасыға айқын, бәрі жақсы көрінер алғашқыдай қараулым ай. Жүріп шықтың белеске, белес жақын емес пе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе. Аллахты қолғалай әр жолғарай, асабайлық не керек, денсау болса болмағай ай. Қолды қазағыма бүгін дәстүрлі ай. Рахмет. Өзіміздің әулеттен сіздер. Енді бұлай қыламыз, қайсы әулеттің сүйегі мықты екен, тоз сөйлеместен алдын бір байқап аламыз. Келіңіз апа. Қайсы әулеттің сүйегі мықты екен қазір дәлелдейміз, күрестіріп емес билетіп әрине. Ал біздің жігіттерден арнайы осы тойға қойылатын, сіздерге қойылатын рок-н-ролл музыкасы. Ал I'm gonna tell on Mary about Uncle John. He's chasing the blues, but he has enough for the baby. Yeah, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, Uncle John said he has a love in the ball. Nobody cares if she's a lying tongue, baby. Yeah, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Стоп, молодец. Ағаларымыз бейтсіндіра деген молодец. Керемет. Мінекей, үлкен кісілерден неге билетіп жатыр демеңіздер. Бүгін міне құда болып араласып жатқан болсаңыздар, бұдан кейінгі өмірде туыстай болып араласын деп жатырмыз. Ендеше ортамызда үлкендеріміз сөйлеп, қалғанымыз сол тілекке қосылсақ, нұр үстіне нұр болғай, е? Бірінші құдалар жақтан бастайық. Құрметті қалай, мына бүгін жиналған себебіміз қызым Айнұр мен балам Бағдаттың бас кесу кешеген. Бұл екі балама өмірде бақытты болсын, дендері сау болсын, мына өтілген шаңырақтарың құтты болсын, ешкімнен кем болмаңдар, толқы алды қарай, мен деген қазақтың балдары ола беріңдер. Мына енді құдағайлар, тойларыңыз құтты болсын. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық абади болсын деймін да соны. Тойларыңыз құтты болсын, той баласа берсін деймін. Сәлеметсіздер ме, қара тамырлар, барсыздар ма? Той құтты болсын. Нағашылар, төлеңдіктер сіздерге де құтты болсын. Айнұрдың да, Бағдаттың да нағашылар. Төлеңдіктер барсыздар ма? Бұл кетеле сөйлеп атқан. Мына қазақ айтады ғой, құданы құдай қосады деп. Құдай қосып,
Құдай қосқан құда болады, пайғамбар қосқан дос болады дейтін еді әкем. Құдай қосып жатыр текелермен. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, той құтты болсын. Мырзаға келінімді атын айта алмаймын, қайын сіңілім бар. Келінім сізге де құтты болсын той. Мына 2 баламның бақыт тойы құтты болсын. Бағдатжан бізге күйеу, жақсы күйеу болсын. Айнұрым жақсы келін болсын. Айнұрдың бір мамасы емес, 2 мамасы бар. Өзім толықтандырмын, Айнұржан, сен бөлексің. Басқалар бір төбе, сен бір төбесің бізге. Тек бақытты бол жаным. Құдалар тағылмата сіздерге құтты болсын. Көз ашып құдам, бірінші барып сырға таққан әжесі менмін. Құда тағы да құтты болсын. Құда сізге аманат біздің Айнұржан. Жақсын жасырып, жаман асырып, осы балдарды бақыт кетуге егізі. Ат салсайық та құдағи, жақын жерден. Не деймін, тек тойларыңыз құтты бола берсін. Немере тойларында, басқа тойларында куә болып жүре берейік. Міне бүгін күткен боламыз Бағдат пен сіңілім Айнұрдың бақыт кешін. Өмірде бақытты болыңдар. Көтерген шаңырағының биік керегесі кең болсын. Ешқашан шаңырақтарың шайқалмасын. Әрдайым біздерінен күлкі арылмасын. Ең үлгілі семьялардың бірі болыңдар. Ағайындар құрметті мінеке, бүгін Бағдат пен келініміз Айнұраның бас қосқан тойын өткізіп жатырмыз. 2 жас бақытты болсын, армандағандар мына жетсін, халықтың үлкен ажырымынты болсын, дендерің сау болсын. Құрметті ағайын, бүгін бәріміздің осындай кеште бас қосқан себебіміз інім Бағдат пен келінім Айнұрдың бақыт тойы. Өмірдегі 2 жас бақытты болсын, дендері сау болсын. Тіккен отауларының шаңырағы биік, босақасы берік, керегесі кең болсын. Тіккен отауларының сырты сәнді болсын, іші мәнді болсын. Міне, құдалар 2 жақ тойларын құтты болсын, тойларын тойласа берсін. Әрқашан ауызбіршілік түсіп, осындай ойын тойларда кездесіп жүре берейік. Ең особый балдар бақытты болсын. Кеш жарық, құрметті тойға шақырылған қонақтар. Бүгін Дәрбаевтар отбасында үлкен қуаныш, мереке, бақытты күн. Бауырым Бағдатжан мен оның өмірлік жолдасы Айнұржанның бас қосқан бақыт кеші. Бағдатжан, Айнұржан, өмірге қойған қадамдарың құтты болсын, сәтті болсын, бақыттарың баянды болсын. Күткен отауларың шаңырағы биік, босағасы берік, керегесі кең болсын. Сол ақ отаудың ішінде сәби үні шаттық үні шықсын. Талғатжан, Жабылжас сендердің балдарың бақытты болсын. Ақша тойларың тойғаласа берсін. Үйлеріңде үлкен қуаныш болсын. Сіздерге рахмет. Құрметті қонақтар, ағайын туыстар, құда жекжаттар, міне бүгін біздің әулетімізде үлкен той. Тойларын Талғатжан, Зәбиржан тойларын той баласа берсін. Айнұржан, Бағдатжан, ең құттауларының шаңырағы биік болсын, босағасы берік болсын, терезесі кең болсын, бақыттарың баянды болсын. Талғатжанның біреуі оң қолың, біреуі сол қолдар болып жүре беріңдер. Бақытты болыңдар, басқа не дейін. Үйлеріңде әрқашан той болып, осындай тойда құдандалы болып жүре берейік. Құрметті қонақтар, міне бүгін Дәрбаевтар отбасында үлкен той. Бұл тойдың себептері бауырым Бағдатжан мен келініміз Айнұрдың бақыт тойы. Сендерге бақыт тілеймін, тіккен отауларының шаңырағы биік, босағасы берік, керегесі кең, терезесі тең болсын. Әрқашанда сол ақ отау ішінде сәби күлкісі ағылмасын. Келесі жылы осы үйімізде сәби тойына кездесе берейік. Бақытты болыңдар, аспандарын ашық, күндерің нұрлы шуақты өте берсін.
отыруымыздың себепші осындай ағайын туыспен қол ұстасып жүздесіп күніміз міне бүгін 2 жастың бақыт той екен, біздерді осындай дәуреге жиналып отырғаны Бағдатжан, Айнұржан, өмір жастары ұзақ болсын, ата-ананың адал перзенті болсын, мына отырған аға жеңше келін құтты бола берсін. Әрдайым үйлеріне ұзақ Өзбекстаннан осындай шапқылап келгенде тойға. Әкешім осы Бағдатжан туылғанда менің маңдайымнан сүйген айналайын қызым сондай қуанышпен маңдайымнан сүйіп жалғызымның міне бір жалғыз бала дүниеге келді. Балам біреу емес, міне жайжаны екінші ұлым болды. Бұл Бағдатжан менің әкемнің ұлы, айналайын. Әрдайым өмірің ұзақ болсын, ешқашан жүзінде тек күлкі болсын. Үлкен бақыттар өмірдегі бар жақсы күндерді екеуіңе тілеймін. Сонау Өзбекстаннан тек жанымда қолымда бүйтіп тұрамыз. Бәрекелді. Апаларымыз тамаша тілек айтып жатыр ау. Бірақ бір естсе, бір естпейді. Өйткені бір кісілердің әңгімелері бар таусылмайтын. Дегенмен ақ тілекке құлақ түріп отырайық. Ешқайсымыз жас бала емеспіз, шолап жүгіріп жүретін. Есі бар адамбыз, бүгін той тойлауға келдік. Ал үлкендер айтқан тілектеріңіз нұр болсын, бізден де бір жыр болсын. Келініміз Айнұр гүл болсын, Бағдатымыз күн болсын, не болса да әйтеуір мәңгі бақы бір болсын деп жатырмыз. Тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Той қыласын. Көрдетіңіздер етше. Аспанда шымырласа жұлдыз бар, сырластарға әсер етпес түнгі ызғар. Менің жұмыр жүрегімде бір қыз бар. Біз екеуміз бір бақытқа жетерміз, түнегенмен күз жүректе екенбіз. Бірақ ажырамас арамыз, екі жарты бір бүтінбіз екеуміз. Мәңгі бақи қол ұстасып өтерміз, қос көрпеш баян сұлу екенбіз. Ешкім бізді айыра алмас ешқашан, ажырамас ғашықтармыз екеуміз. Ойын айдан алға тарайын, саусағыңа жұлдыз жүзіп салайын, ақ бұлттарды ақ бозатып алайын, құс жолымен жаным саған барайын. Біз екеуміз бір бақытқа жетерміз, түнегенмен қыз жібекте екенбіз. Бірақ ажырамас арамыз, екі жарты бір бүтінбіз екеуміз. Мәңгі бақи қол ұстасып өтерміз, қос көрпеш баян сұлу екенбіз. Ешкім бізді айыра алмас ешқашан, ажырамас ғашықтармыз екеуміз. Ажырамас Құрметпенен бүгінгі тойымыздың көз қуанышы осындай әсем кереметтей көрікті Айнұр атты келінді босағаға алып келген Бағдат баламызды қошемет құрметпенен асабаның алаңына қарсылайық. Алла тағала ұзағынан сүйіндірсін. Бәлке қандай құс? Аққу құсы дейді, керемет. Біле білсең Бағдат, бұл аққу айлық сұрайтын аққу. Үйге кеш қалған кезде ызбандайтын аққу бұл. Баяғыдай достарымен өз еркіңе жібермейтін аққу деп қояйық. Бәрекелді. Дегенмен осы аққуыңа жетемін деп түнде түсіңнен, күндіз есіңнен кетпей, даладағы ағайынменен қаладағы ағайынның басын қосып, бүгін міне кереметтей тойдың куәгері болып тұрмыз. Сіздер жайғасыңыздар, аяқтарыңыз оғып қалады. Жайғасыңыздар, Айнұр, сен құр отырмай, қыз жолдасы мен жігіт жолдасы екеуін таныстырып отыр бір-біріне. Жайғасыңыздар, Ал, мінекей осы той болады деп көп армандадық. Бүгін міне сол тойдың куәгері болып тұрмыз. Осы тойдан армандап жүрген кезін мен мұнай халыққа ертек қылып паш етемін. Сіздер ертекке құлақ тұрып отырыңыздар. Ертеде, ешкім ойны бөрдеде. Ай десе аяқ киімі,
күндесе кроссовкасы бар. Талғат ағамыздың баласы Бағдат өмір сүріпті. Бағдат ұлғайып үлкейіп, кетелердің аруы Айнұр атты әсем қызға ғашық болыпты. Өмір өтіп, бүгін міне сол Айнұрмен бір болып, қонышынан ағайын туысты жиып, дүркіретіп той жасаған екен. Бағдат келген қонаққа ризашылығын білдіріп, барша ағайын туысқа қолын көтеріпті. Келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Келгендеріңізге денім сау, басым аман болса, мен де сіздердің тойларыңызға қызмет қылам деп қолын көтеріп, көтерген қолын көкірегіне қойыпты. Сол кезде келген халық айқайлап, ұйқайлап, шапалақ ұрып жіберіпті. Сөйтіп, төр жаққа ақырын барып, Айнұрдың мамасының жанына барыпты. Әлия ханымға: "О, мама, қысылмаңыз, қымсынбаңыз, мама. Қызыңызды еш уақыт жылатпаймын. Бақыт етемін, мама" деп, мамасының бетінен сүйіпті. Сөйтіп, ақырын қайтыпты. Сөйтіп, тамаша той ғой. Осы тойды армандап едік. Мама мен папам көп ойласып еді. Біздің мамам қайда екен? Менің аяулы анам қайда? Деп, Гүлзамира ханым іздепті. Анасын іздепті. Мамам қайда деп. О, мама! Мама, айналайын. Мамасы орнынан тұрыпты. Мамасы орнынан тұрып, қатты құшақтапты. Мама, мынау елге қараған беттеріңізді біз келінің екеуміз еш уақыт жерге қаратпаймыз, мама деп. Мамасын қатты құшақтап, мамасын құлағына сыбырлапты. Мама, бағана әулеті үлкендері ақ тілек айтып еді. Солар конверт берген жоқ па? Сол конверттің біреуін маған берші, пожалуйста деп. Мамасы: "Қой, не қыласың?" депті. Мама, бер дегеннен кейін берсейші, мама. Той менікі ғой депті. Конверт беріп, әстейі келіп ортаға. Сөйтіп, ортаға келіп: "О, молодец, Мырзағали. Түрің онша болмаса да той жақсы басқарады екенсің" деп арқамнан қағыпты. Менің арқамнан қағыпты. Молодец деп. Сөйтіп, қолындағы конвертті: "Мәке, братан, ризамын. Рахмет" деп қалтасына салып жіберіпті. "Қой, не қыласың? Бәке, қой, не қыласың? Ұят болады. Кейін бересің" деп еді. Сонда да тыңдамай қалтасына салып жіберіпті. Сөйтіп, әстей өзінің жарының қасына барып, жайғасып алыпты. Сонымен ертеп мұрат мақсатына жетіпті дейм бе? Жоқ, қалжыңбай. Негізі, мынау әулеттің нағашысы біздің ағамыз Сейлібек осы тойға кел деген кезде біз ойбай Сәкеңнің жиен той екен, құр қол бармайық дедім. Сөйтіп, азғанай конверт апарайын деп, банкоматқа карточкамды тықсам, как раз кредит моқ деп қаған, прикинь. Сосын амалғанша, әйтеуір аздай болса көпте көресің, бәке, мынау конверт өзіңе. Бәрекелді, бұны неге істетіп жатырмыз, ағайындар? Біздер кез келген заказбен сөйлескен кезде, ойбай 80 мыңға шығамыз, 100 мыңға шығамыз. Түс түсіп, жоқ түсе алмаймыз. Жоқ, олай емес. Біздің жерлестеріміз, елімізден жерімізге келген әрбір қазақ біздің туысымыз, ағайындар. Мына тойдан біздер сіздерден ақша сұрамай, осындай шашуға келуге Алла тағаламыз жазсын деп жатырмыз. Бәрекелді. Ал ендеше ағайындар, біз думанды әрмен қарай жалғастырып, және бір әдемі ақ тілектің кезегіне бергенде жөн көріп отырмыз. Осынау әулеттің бір топ нардай нағашылары бар екен. Сол кісілерді ортаға шақырып, қос құлынымызға арналған жүректегі лебізін ақтарсын деп отырмыз. Әулеттің нағашысы, осынау Бағдаттың үлкен нағашы атасы, тойымыздың көркін келтіріп ашып берген
Нұрадин әкеміз бенен әжесі Деметкен және де нағашылары Нұрлыбек, Сейітбек, Сыйлыбек, Айнұр, Бақытгүл, Махамбет және де ата аталмай қалған нағашылар ортаға келе беріңіздер. Менің атым жазылмай қалыпты деген өкпе қақпа болмасын. Ендеше осынау келініміз Айнұрдың нағашылары, аға апалары Халилулла, Ақ Бөпе, солай ғой, Жарқынбай, Ақзира, Әділбек, Гүлзира, Әділхан, Ғалия, Жорабек, Майя, және де Басижан, Гаухар, нағасы ағаш жеңгелері Тұрдыбек, Қарлығаш, Нұрдәулет және Ұлпан атты қонақтарымызды. Мынау иманды 5 уақыттық намазын оқиды, Алла саба жазылған қағазды қойды дейді. Аттарыңыздан қателесіп кетіп жатсақ, ренжімеңіздер ағайындар. Және де бір топ нағашының спискісі қолымызға келді. Аттарын атағанды жөңгіліп отырмыз. Елесей және де Елесей Күнімкүл, Шалқарыбек Венера, Нұрлыбек Айнұр, Сейітбек Бақытгүл, Сейлібек Махаббат және де Қаржау Хамар және бөлесі Бағдат, Елана Айнұр Мұқағали, Гүлсим атты қонақтарымызды. Не деген нағашылар, үйде біреу қалды ма? Келіңіздер, қош. Келді, нағашылар келіңіздер. Тамаша арнайы уақыты бөліп келу керек. Ендеше нағашылар келген қадамдарыңызға Алланың нұры жосын. Ортамызда үлкендеріміз сөйлеп, жастарымыз қосылсақ, нұр үстіне нұр болғай. Ендеше ақ тілекті кімнен бастаймыз аға? Қазақ сөзге ренжімейді, жолға ренжиді дейді. Жолыңызбен бастайық. Құдалар жақтан бастаған жөнер отырмыз. Құданы сыйлаған қалыппыз. Кеш-жарық құрметті алайық. Қызым Айнұр мен Күйбалар Артар. Әрі жиенімге айтайын. Екеуіңе бақыт тілеймін. Өмірдің аңсаған армандарыңа әрқашан жете беріңдер. Не деймін? Ең асыл, ең ардақты аяулы жаным Айнұрдан. Ешқашан қапа кешіп ізіңнен көрмеймін. Ардақ, екеуің өмірдің қаштарыңа қалғанша, қария болғанша, өмірде өбірді шүбірі болып, жүргіздеріңде бақыт тілеймін екеуіңе. Құрметті кешке жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын барлығыңызға. Құдағай, сіздер тойларыңыз құтты болсын және баламыз Айнұр, Бағдат екеуі кинотолар беріп,
Келген сау болсын, бақытты болсын деймін. Құрметті қонақтар, тойларыңыз құтты бола берсін. Құда тойларыңыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Өмірлері ұзақ болсын. Келген сау әрқашан осы той бола берсін құда. Ассалаумағалейкум кешар. Мен бүгін жиналғанға себебіміз Алаяқтың жиенім Айнұр, күйеу балам Бағдат. Екеуі бақытты болсын. Өмірде заманда ешқандай сүрінбейді. Бақытты болыңдар да. Айнұр, жаным, бақытты бол. Бағдат екеуің бақытты бол. Жастарың ағарғанша өмір бақы бірге болыңдар. Дүниедегі ең жақсы тілектерді дүниедегі барлық жақсы сендерге тілеймін. Тек алға дегім келеді. Бақытты бол. Талғаттарға Гүлзабир апа, тойларыңыз құтты болсын. Тойыңыз тойға ұласып, сіздің үйіңізде тойға келіп жүре берейік. Азғандай подаркаңыз бар, нағашыларыңыздан қабыл алғайсыздар. Мен болып құдағилар тойға аласың. Той құтты болсын демек. Қаныржан, күйеу балам Бағдат. Бүгін бақыт тойлар құтты болсын. Аралар ажырамасын. Бақытты бол, ешқашан жылама. Бағдатжан, Айнұржанды Аллахына әлдейлеп алып өтерсін, ренжітпей деп ойлаймыз. Бақытты болыңдар. Айнұр Бағдат, бақытты болыңдар. Ең бақытты семья болу. Ата емен, ата келін болу. Құдағай, тойларыңыз құтты болсын. Алдар бақытты болсын. Құдағайлар дүниеге бәріңізге де той құтты болсын деймін. Бағдат, Гүлзабира, Талғат, той құтты болсын. Бағдаттан, Айнұрдан күткен шаңырақтарын киіп, босағасын беріп, келелес тең болсын. Әрқашанда аңсаған армандарға жетіңдер. Бағдатжан, Айнұржан, көтерген шаңырағың биік болсын, босаған берік болсын. Өмірдегі ең тамаша күнді, бақытты күнді екеуіңізге. Сендерге де тойларың құтты болсын. Құдағайлары бәріне құтты болсын. Gelin, baqытты болыңыз, өздеріңіз сау болыңыз. Саған өмір, зор денсаулық. Бақытты болыңыз, асыл. Бәрі спектакль бар. Көп көзге қосамыз. Зайра, Талғат, шаңырақты беріп тойларың құтты болсын. Өмірде бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін. Дүниеде бар жақсылықты жасқа тілейміз. Бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Шамалы тыныштық сақтасақ, мына нағашылар сөйлеп жатыр еді. Кішкене тыныштық сақтап отырайық. Бүгін жиналып отырған себебіміз мына жиеніміз Бағдат пен келініміз Айнұрдың бас қосқан тойы. Білеміз, баршаңыздың үйіңізде осындай той болсын. Жиенім мен келінім бақытты болсын. Жезде Талғат, тәте Замира осындағы келіннің қызықтарын көре беріңіздер. Бақытты болсын. Нағашылардың атынан азғантай сыйлығымыз бар, тапсыруға рұқсат етіңіздер. Бәрекелді, қалған
Аймақтарда сөйлейік, үлкендер сөйлесін десек барша сөйлеп бара жатыр. Мынау сөйлей берсек даяндама, тұра берсек аяндама. Мына халықты чоты ұнатпай жатыр ма деймін, бірінен бірі тұрып сыртқа шығып шулап кетіп жатыр. Жоқ, олай емес. Бүгін той, бүгін қуаныш ағайындар. Бұл тойдың жақсы өтуі әрине сіздерменен біздерге байланысты. Ал Бағдат, бала саны көбейіп жатса қашпаңыздар, артылып жатса саспаңыздар. Асар алмайым деп ойласаң, осыны нағашылыға апарып тастаңыздар деп қояйық. Той болсын, көңіліңізде нағашылар. Қазір мына жақта тартыдаған тордымызды кесеміз, әрі қарай 1 сағат билейміз ағайындар. Той тәрбие мектебі дейді, біріміз тәрбиелеп отырайық. Бейді басқасы баршасы болады. Өйткені мынау той бастары мейрамханасын сағат 12-ге дейін біз тойлауға арайын деп айтып алынғанбыз. Сәл ғана сабыр сақтасаңыздар, бүгінгі тойымыздың қос ғашығы Бағдат және Айнұр келінімізді ортаға салайық. Бір келді, мінекей Бағдат енді сыр болмаса жүріп жүргендеріңізге неше жыл болды? Молодец! 1 жылдан көлем болды дейді. Тамаша. Енді сенің мынау 1 жылдық махаббатының ортасында сен осы Айнұр келінімізбен кездесіп жүргеніңді бір досың бейнетаспаға түсіріп алыпты. Соны мына халықтың ортасында көрсетіп паш етсең қалай болады дейді. Жоқ, ұят болмайды. Қос ғашығымыздың махаббатын қандай басталған екен мына халыққа бір паш етегенше. Бірімізге біріміз қарап тұрамыз. Бағдат пен Айнұр қыздарыңыз махаббатқа бөленіп жүрген сәтінен кішкене үзінді. Подъездегі оқиға. Жан, сен тұрып қалған жоқсың ба? Жоқ. Мен үйге кіре берейін. Тұра тұрайықшы өтінемін, Жан. Әкем шығып қалса не істейміз? Шықпайды. Мен сені сағынамын ғой. Ертең тағы кездесеміз ғой. Ертеңге дейін шыдай алмаймын, жаным. Жаным, мен сені сүйемін. Мен де сені сүйемін. Ой, бәрекелді. Мінекей, балдарыңыздың махаббаты осылай басталған ағайындар. Енді Бағдат үйленбей бойдақтық кезінде өмір қандай еді? Бір тамаша сияқты еді қиялыңа. Сен жүгіле сияқты үйленбеген кезде бәлкім білсең. Безін таңдамайтын едің, жол таңдамайтын едің, қалаған жерден жүріп қалаған жерге кете беретін едің, бұзыл қазан көшіп соқ ұйықтап қалай беретін едің. Сен қазір Бағдат білсең пойыз болып жатсың. Сенің
қазір бір-ақ станцияң бар. Айнұр дейтін станциядан шығасың, Айнұр деген станцияға қайтып келесің. Ал Бағдат, пойыз десем режиме не дейсің деп, қайдағы жоқ нәрсеге теңейсің деп, той жолдай өмірлерің ұзақ болсын, мен тұрмын тілегімді елейсін деп, ағайын мен тілеймін сол пойыздың жыл сайын вагондары көбейсін деп. Бір келді, ендеше ортаға қошемет құрметпенен, әсеменнің ырғағыменен тәтті тағам тортымызды алдырамыз ағайындар. Мінекей, бұдан бірнеше жыл алдын ауылда жүрген кезімізде қонақ келдік деп қой соятын едік. Қазір қалаға көшіп кеткеннен кейін торт соятын болдық. Мынау орысшасы торт, қазақшасы құм шекер араласқан нан дейді ағайын. Ендеше, ал Бағдат, кухняның хозяйнысы кім? Жұбайы, Айнұр ғой, кухняның хозяйнысы пышақ тұсасын. Ал Айнұрдың хозяйнысы кім? Молодец, білем сен екен. Ендеше, бүгіннен бастап несібе арсыңыз бір жерден болсын деген етпен тәтті тағам торты кесіп рұқсат етеміз. Екі жастың торт кесіп отқан көре алмай отқан қонақтар қол соғып қошеметтемей ақ қойсын. Рахмет. Демеңіздер, біздің қазақтың келіні атасы мен енесінің аузына торт тықпақ түгіл көзіне тік қаралмаған ағайындар. Бұл торт қос ғашығымыздікі деп, тәтті тағам тортты бірімізге біріміз ұсынайық ендеше. Махаббатымыздың белгісі келіп. Енді мынау осы той сіздердің қастарыңызда серік болып жүрген қыз жолдас және жігіт жолдасқа жұғысты болсын деп ауыздарына кереметтей бал тағам тортты салып қояды. Иә, қыз жолдасқа жігіт жолдас. Басқа түскен бұғау, қолға түскен кісен, аяққа түскен соңғыт болсын. Қазақша айтқанда қораға, орысша айтқанда касака кіргенмен. Айнұр деп аталатын түріменің ең бақытты тұтқыны болғайсын айналайын. Ал ендеше ағайындар, жайылған дастарханға қойылған асымызға құдалардан баталып, әрі қарай бір сағат билеудің өзінің сәті келеді. Ендеше осынау үлкен асымызға бата керек, бата беру үшін құдалардан крутой бір ата керек деп жатырмыз. Басқын байырын есін келдің қалқымыз. Қалқымыз аузымышылығын бесін. Тойымыз тойғылар сөйлесінде аузымышылығы олай құдағайдар. Мен айтқаныз келсін. Бір келді. Сөздер тош мен құдамыздың батасы мош екен. Ал ендеше ағайындар, мына отырған ағаларға ән керек, жеңгелерге сән керек. Осымен бізді демалайық, жалмаузада жан керек дейді. Орысша айтқанда антырақ, қазақша айтқанда алтырақ, өзбекше айтқанда қамма рақса. Тоқтамай 90 бей, секіріп 80 бей, отырып 30 бей билердіңіз varsa. Жастар жоғы ортаға биге ағайындар, келіңіздер.
seni yeniden Arıma gelip gelişleri gördüm Tanısam önüme kalay seninle Ümitimle yanlardan düşü var Babamda istesin seni yeniden
doğmanız, var mı bindi harmanız, mehnat kılıp doğmanız, var mı bindi harmanız, köngüllerini kılıp kuş, devrege düş, devrege düş, köngüllerini kılıp kuş, devrege düş, devrege düş. Senga bir qo'shiq aytaman, haydasan ey sarvinoz, tushlarimda ko'raman ay zulli jamolingda. Senga bir qo'shiq aytaman, haydasan ey sarvinoz, tushlarimda ko'raman ay zulli jamolingda. Bu yorug' dunyo sen bilan men uchundir. Bundagi go'zalliklar birga bo'lsa biz uchundir. Kel kel bahor ko'raylik bu dunyoning barlig'ini. Ko'chalarda yursam ham hayolimda faqat sen, yulduzlarga qarasam onda seni ko'raman. Yara ol endi qiynama, nurga to'lsin keng olam. Yara ol endi qiynama, nurga to'lsin keng olam. Bu yorug' dunyo sen bilan men uchundir. Bundagi go'zalliklar birga bo'lsa biz uchundir. Kel kel bahor ko'raylik bu dunyoning Sevgilim oynar, mağaradan şaralar. Seni canım bir oynar, mahabetten merhaban. Düşürmeni sıktın, nurgidi de varma. Sensin şaylım, ay canım o canım o. Düşürmeni sıktın.
жетелеп алған мені тұратын жол бар еді мен үшін ең әдемі өзіңсің жаным ай 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 чип 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 ана